Нарутоны 3 жылдан астам уақыт бұрын мөрлеп тастаған еді, және содан бері көп нәрсе өзгерді. Күш деңгейі айтарлықтай өсті, сондықтан Нарутоның күші де артты деп болжауға болады. Бірақ сұрақ, ол қалай өсті? Менің бір ойым бар. Бұл Наруто қазір қайда орналасқанымен және осы жерді жасау үшін қолданылған чакрамен тікелей байланысты. Түсініңдер, меніңше Наруто бұл кеңістікте өткізген уақыт арқылы осы энергия сіңіру қабілетін баптай алады. Сонымен қатар бұл өлшемді жасаған адам Нарутоның қаншалықты мықты болатынды анықтаған. Бүгін біз дәл осы туралы сөйлесеміз. Ал оған дейін алдын ала лайк басып, қоңыраушаны түртіп, біздің Хокаге ауылына қосылып кетуді ұмытпаңдар. Сонда ғана сен өзіңнің сүйікті Наруто техникаңды меңгере аласың. Айтпақшы, сенің сүйікті дзюдзуың қандай? Мен мысалы көлеңке клонын таңдар едім. Өйткені менің көп клоным болған қалаймын. Төменге өз варианттарыңды жазыңдар. Активный болыңдар, родной. Барша комментке жауап беруге тырысамын. Қазақша контентті дамытайық, бауырым. Бұл ақылға қонымсыз естілуі мүмкін, бірақ неге бұның мәні бар екенін түсіндіріп берейін. Енді сол бір сәтке қайта оралайық. Наруто алғаш мөрленген кезге, бұл 77-ші тарауда болған. Бұл өте маңызды, өйткені тоқтаған уақыт концепциясы бәрінің, соның ішінде материя мен энергияның да қозғалыссыз қалғанын білдіреді. Егер Наруто уақыт тоқтаған өлшемде болса, ол мүлдем қозғалмайтын еді. Бірақ 77-ші тарауда біз Нарутоның таң қалған кейіппен бір түрлі позада тұрғанын көреміз. Ол әлде қашан телепортталған. Бірақ қазір неге екені белгісіз, бәрі өзгеріп кеткен. Именно Нарутоның тұрысы өзгерген. Каваки оны қолмен қозғады деуге болар еді. Бірақ Нарутоның бет әлпеті өзгермеген. Тек көздері басқаша көрінеді. Оларды Каваки қолдан өзгерткен болуы мүмкін. Ол енді таң қалғандай емес, керісінше тыныш ұйықтап жатқандай. Неліктен бұлай болды? Тағы да қайталаймын. Бұл уақыттан тыс өлшем. Бұл дегеніміз онда уақыт ағып жатпайды. Бұл жай ғана жорамал емес. Бұл туралы Каваки, Ишики тіпті Барутоның ресми деректер базасында да айтылған. Ендеше Наруто бұл өлшемге бір күйде қалай тап болды, ал қазір мүлдем басқа күйде тұр. Неліктен бұлай болды? Бұл біршама уақыт өткенін білдіреді ме? Міне, ең қызықтысы осы тұста басталады. Бәлкім бұл уақыттың баяулығына байланысты. Жаңа өлшемде уақыт басқа ағымда ағады. Сондықтан адам оны түс секілді немесе ес-түссіз күйде қабылдайды. Тек сана жаңа шындықпен синхрондалғанша адам ештеңе сезбейді. Бұл дегеніміз Нарутоның есінен танып қалуының себебі ол басқа өлшемге, басқа уақыт ағымына түскені. Енді біреу былай деп қарсылық айтуы мүмкін. Егер Нарутоны сол уақыт пен кеңістікке бір сәтте жіберген болса, онда ол дәл сол күйінде қалу керек еді ғой. Иә, дұрыс, мен де сол туралы көп ойландым. Кейін еске түсті, кеңістіктік уақыттық құйын сәл өзгеше жұмыс істейді. Мысалы, Баруто Нарутоны құтқаруға Мамашикиге қарсы шыққанда, Саскенің порталы олар жүріп өткен жолды көрсетіп тұрды. Дәл сол жағдай Каваки Жигеннің өлшеміне ауыстырғанда да орын алды. Барлығы порталға 1 секунд болмай секіргенде, Каваки оларды сол секундта алып шыққан. Және Мицукидің қолдары енді Баруто мен Сарадаға соққы жасамайды. Ауыстыру лезде болды деп айтылса да, арасында жүріп өтетін жол бар екен анық. Ол жолды тек сол жолмен өткендер ғана көре алады. Мен мұны неге айтып отырмын? Себебі Наруто мен Хината кеңістік пен уақыт ішінде сапар шеккенде есінен танып қалу мүмкін. Бұл олардың жағдайына біртіндеп әсер еткен. Сондай-ақ бұл Нарутоның сол кеңістікте энергия сіңіре алуын да түсіндіреді. Өйткені уақыттың баяу жүруі уақытша құбылыс, адам жаңа шындықпен толық бейімделгенше ғана әсер етеді. Мүмкін 3 жыл ішінде Наруто бір сәт есін жиған болар, бірақ әлі де қозғала алмаған шығар. Кейбіреулер әрине бұған қарсылық танытып, егер Наруто есін жиған болса, бұл кеңістікте энергия бар болса да, ол оны сіңіре алмас еді ғой деуі мүмкін. Бірақ бұл екі түрлі жайт, және мен осы екеуін талқыламақпын. Алдымен мынаны анықтап алайық. Ишикидің өлшемінде энергия бар ма? Кейбір адамдарда мынандай кең таралған қате түсінік бар. Егер бір жерде ағаштар болмаса, онда ол жерде табиғи энергия да жоқ деп ойлайды. Әрине, бұл шындықтан алыс. Курама айтқандай, табиғи энергия бүкіл әлемде айналып жүреді. Ол жердің ішінде де, суда да, тіпті ауада да бар. Бұл өте маңызды. Себебі күн энергиясы табиғи энергияның бір түрі, және оны Танери Нарутоның ішінде сіңіре алған. Бұл нені білдіреді? Егер Ишикидің өлшемінде күн болса, Наруто да оның энергиясын сіңіре алады. Мен мұны неге айтып отырмын? Себебі Каваки сол өлшемге қарап көре алады. Демек, ол жақта жарық көзі бар. Бұл міндетті түрде толыққанды күн болуы шарт емес. Ол бірнеше жұлдыз немесе бір ғана жарық көзі болуы мүмкін. Жалпы бұл Наруто сіңіре алатын энергия көзі. Бұл өлшемде жарық шығаратын объектілер бар. Олар да энергия түрі болып саналады. Бұл Баруто анимасындегі таспаға жасаған кеңістікке немесе Жигеннің толықтырылған шындығына ұқсас болуы мүмкін. Онда
Ишикидің өлшеміндегілерге қатты ұқсайтын күмәнді көп кубиктер бар. Жалпы маңыздылығы қай жерде жарық болса, сол жерде энергия бар. Егер сол кубиктер энергия көзі болса, олар Ишикидің чакрасынан тұруы әбден мүмкін. Егер біреулер Нарутоның чакра сіңіретін қабілеті жоқ қой деп қарсылық білдіру мүмкін. Иә, ол мұны 9 құйрықтың чакрасының бір бөлігін сіңіргенде бір рет қана жасаған. Бірақ бұл белгілі бір кеңістіктегі чакраны сіңірумен бірдей емес. Соған қарамастан мен айтар едім, егер біреу мұны істей алатын болса, ол Наруто. Неге десең, бәрі тәжірибеге келіп тіреледі. Наруто табиғи энергияны сіңіруді біледі, ал бұл өзге энергия түрін, мысалы чакраны сіңіруге ұқсас. Ол бар болғаны өз назарын сол энергияға бағыттау керек. Дәл сол сияқты Баруто да планетаның таратқан энергиясына назар аударып жаңа Расенган жасаған. Әрине, бұл Барутодағы мәліметтер базасында жазылғандай кәдімгі табиғи энергия емес. Бірақ бұл Рининганнан басқа чакраны сіңіре алатын кез келген адамға қатысты айтуға болады. Мысалы Мадара, бірінші бөлімдегі кейіпкерлер, тіпті дыбысты төрттіктегі Джиробо. Бұл ерекше геном емес, бұған үйренуге болады. Нарутоның мынандай қабілеттері бар: 9 құйрықтан чакра сору, табиғи энергияны сіңіру, тіпті өзінің чакрасын өзгелермен бөлісу. Сондықтан мен таңғалмас едім, егер Наруто өзінің ішкі кеңістігінде жаттығу жасап, сол өлшемде чакра сіңіруді үйреніп алса. Енді осы энергияны сол өлшемде қалай тарататынына келейік. Уақыты тоқтап тұрған өлшемде. Каваки сол өлшемде Нарутоны көре алады. Бұл тек мына жағдайда ғана мәнді болады. Егер жарық энергиясы сол өлшемде қозғала алатын болса, бұл көру қабілетімен және ол үш негізгі фактормен байланысты. Жарық көзі, объект және сол объектіні көріп тұрған адам. Алдымен жарық көзі энергияны шығарады. Сосын ол энергия объектіге түсіп, сол объект жарықты көріп тұрған адамның көзіне шағылысады. Әрине, егер уақыт мүлдем тоқтап тұрса, бұл мүмкін болмас еді. Себебі жарық бөлшектері, фотондар қозғалмай қалатын еді. Кейбіреулер мынаны айтуы мүмкін: егер жарық Наруто келгенге дейін сол өлшемде болған болса, ол жай ғана Кавакиге көрінбей қалған болар. Мен неге бұлай ойлайтыныңды түсінем. Бірақ мәселе мұнда: егер жарық бөлшектері Нарутоға тиіп тұрған болса, олар Кавакидің көзіне шағылыспайтын еді. Сол себепті Каваки Нарутоны көре алмас еді. Айтпақшы, мұны Каваки кеңістік пен уақытқа сезімтал емес деп түсіндіруге де болмайды. Себебі көру процесі тек Кавакидің денесінде ғана емес, сол жарық бөлшектерінің Кавакидің көзіне жетуіне де байланысты. Бұл механизмнің жұмыс істеу үшін жалғыз мүмкіндік бар: сол өлшемдегі жарық энергиясы толығымен тоқтап қалмаған болу керек. Бұл жарық сәулелерінің Нарутоға жетіп, одан қайта шағылысып Кавакидің көзіне түсуіне мүмкіндік берер еді. Осылайша Каваки оны көре алатын еді. Айтпақшы, ойлап қарасақ, бұл қисынды. Себебі жарық энергиясы чакра мен Ишикидің қосымша өнімі. Егер бұл өлшемдегі жарық сол кубтардан тарайды деп болжайтын болсақ, мен айтар едім, осы кеңістіктегі барлық нәрсе Ишикидің жаңа өнімі. Өйткені бұл кеңістікті ол өзі жасаған. Бұл оның өлшемі. Сондықтан ол жер Ишикидің ықпалына ұшырамайды. Сонда жарық көзі қандай болса да, бұл логика әлі де күшінде. Бұл Нарутоның денесіне түскен энергия Ишикиге тиесілі. Және дәл осы энергияны қазір Наруто сіңіріп жатыр. Айтпақшы, меніңше Наруто уақыт тоқтап тұрса да не болып жатқанын сезе алуы оның Оцусуки тұқымынан болғанның салдары. Бұл бірінші рет 10-шы тарауда көрсетілді. Мамашики уақытты тоқтатқанда Баруто оның бар екенін сезді. Мамашики бұл жағдайды былай түсіндірді: Барутоның ішінде Бякуганның қаны ағып жатыр, ал ол Оцусуки қаны. Иә, біреулер бұл Хьюга қаны шығар, өйткені оларда Бякуган бар деп ойлауы мүмкін. Бірақ шын мәнінде Бякуган Оцусуки кланының негізгі дёдзуцуы. Және Оцусуки қаны бар кез келген адамда бұл генетикалық ерекшелік болады. Тіпті ол ешқашан бұл қабілетті оятпаған болса да. Дәл осындай жағдай Барутоға да қатысты. Оның ішінде бұл қан бар, бірақ онда Бякуган жоқ. Ал Джоган туралы мангада ешқашан айтылған емес. Тіпті онда ешқандай дёдзуцу болмаған. Сол тарауда Баруто уақыттың тоқтап тұрғанын байқады, бірақ қозғала алмады. Кейінірек 72-ші тарауда бәрі өзгерді. Баруто толыққанды Оцусукиге айналғанда уақыт тағы да тоқтады, бірақ бұрынғыдай емес. Бұл жолы ол қозғала алды. Сондықтан егер логикаға сүйенсек, адамның бойында Оцусуки қаны қаншалықты көп болса, оған уақыттың тоқтауы соншалықты аз әсер етеді. Оған Барутоның жағдайы дәлел. Саски де мұны өзінің Ренинганымен байқаған болатын, және бұл қисынды, себебі ол да Оцусуки қанына байланысты. Енді осының бәрін ескере отырып, Наруто туралы айтқанда, ол қозғала да алмады, әрі бұл құбылысты сезіне де алмады. Сонда біз бұл теорияны не үшін айтып отырмыз? Қане ойлам көрейік. Барутоның бойында қаншалықты Оцусуки қаны көп болса, ол өз денесін
соншалықты жақсы бақылай алады деп болжайтын болсақ, онда уақыттың тоқтауы кезіндегі қабылдау деңгейі де сол пайызға байланысты. Баруто тіпті карма печатын алмай тұрып ақ Саски мен Нарутоға қарағанда Оцуцукиге жақын болған. Өйткені ол Кагуяның тегі екі жақтан да дарыған. Наруто жағынан Хагарома, Хината жағынан Хамура, яғни оның қаны әлде қайда таза. Оған қоса Хьюга кланы жақын туыстармен үйленуді жиі тәжірибе жасаған. Бұл да Барутодағы Оцуцуки қанының концентрациясын күшейтеді. Дәл осылай бұл Саскиге де қатысты. Учиха кланы да өз ішінде бөлек өмір сүрген. Сондықтан олардың барлығы да бір-біріне ұқсайды. Ал Нарутоға келсек, онда Оцуцуки қанының жартысы да жоқ, және ол Мината Намикадзенің қанын алған. Ал ол Хагаромамен байланыссыз. Яғни менің айтпағым, Наруто мен Саскиде Оцуцукидің генінің әлде қайда мықты қабілеті бар, және бұл Хивамариге де қатысты. Бұл туралы Кураманың өзі де айтқан. Сондықтан уақыт тоқтаған кезде олардың қабылдауы Нарутоға қарағанда әлде қайда жақсы. Оның үстіне Саскиде Оцуцукидің көзі бар. Ол да қабылдау қабілетін күшейтеді. Мүмкін бұл жай ғана жорамал шығар. Бірақ меніңше Наруто сол өлшемде болған уақыт ішінде бейімделіп, біртіндеп есін жиып келеді. Бірақ айырмашылық мұнда. Баруто қозғала алады, Саски не болып жатқанын көре алады, ал Наруто оны сезе алады. Яғни қазіргі таңда Наруто айналасында не болып жатқанын түсінеді, және сол энергияны сезініп, оны өз күшін арттыру үшін сіңіріп жатыр. Енді келесі сұрақ, бұл Нарутоның күшін қалай күшейтеді? Ол жай ғана чакраны жинап жатыр, және бұл кеңістіктен шыққан кезде ең көбі не істей алады? Бар күшін қолданып, кейін қайтадан баяғы Наруто болып қалу мүмкін, дұрыс па? Бірақ олай болмауы мүмкін. Сендерге бір сұрақ қояйын. Наруто неге соншалықты көп чакраға ие? Немесе оның керемет төзімділігі неде? Мүмкін ол Узумаки Намикадзе немесе Хагароманың ұрпағы болған үшін бе? Әлде Ашираның реинкарнациясы болған себеп пе? Ең кең таралған нұсқа Нарутоның көп чакрасы бар, өйткені ол Узумаки. Бірақ бұл Наруто әлеміндегі ең үлкен қателіктердің бірі. Узумакилердің чакрасы көп болған жоқ. Олардың чакрасы өте қуатты болған. Бұл туралы Кушина 500-ші тарауда ол өзінің өте қуатты чакрамен дүниеге келгенін, тіпті 9 құйрықтыны басып тастай алатындай күшті екенін айтқан. Содан кейін ол 9 құйрықты бірінші рет мөрленген Джинчурикиде Узумаки болды, және бұл кейін дәстүрге айналды дейді. Яғни оның чакрасы өте қуатты, тіпті өз ауылының барлығымен салыстырғанда да. Осылайша ол өзін өзгелерден бөліп көрсетеді. Бұл қасиет барлық Узумакиларда жоқ екенін меңзейді. Бірақ ол сонымен қатар 9 құйрықтың алғашқы Джинчурикиде Узумаки болғанын айтып кетеді. Сондықтан меніңше бұл Узумакилердің чакрасы қуатты екенін айқын білдіреді. Бірақ Кушинаның чакрасы одан да күшті болған. Сондықтан Нарутоның чакрасы да қуатты болған шығар. Бірақ ол тек жартылай Узумаки болғандықтан анасына қарағанда әлсіздеу. Бұл оның Кураманы ішінен жұлып алғаннан кейін бірден өлім аузында қалғаннан ақ байқалады. Ал Кушина болса тірі қалды, әрі есін жоғалтпады. Узумакиларда өміршең күште, анағұрлым мықты. Бұл да өз әсерін тигізген шығар. Дегенмен бір көріністе Хагарома Нарутоға ата-анасынан ешқандай қабілет мұрагерлікпен өтпегенін тікелей айтады. Бұл Нарутоға жай ғана сәтті отбасында дүниеге келген деген айыптауларды жоққа шығарады. Сондай-ақ ол бұл қабілеттерді Ашираның реинкарнациясы болғандықтан немесе Хагароманың ұрпағы болғандықтан алған жоқ. Оның бойындағы мол чакра мен жоғары төзімділік барлығы 9 құйрықтың арқасында. Оның төзімділігі жайлы анименің алғашқы бөлігінде Какаши айтқан болатын. Оны төзімді ететін 9 құйрық. Бұл сонымен қатар оның чакраны бақылаудағы әлсіздігін де түсіндіреді. Ал көп чакра көлемі де Курамамен байланысты. Кейінірек анықталғандай Мината 8 таңбалы мөр жасап, сол арқылы 9 құйрықтың клеткасынан чакра үнемі сыртқа ағып тұратындай еткен. Ал Наруто оны жинап, өзінің табиғи чакрасымен біріктіріп отырған. Сөйтіп Наруто өзінің мол чакрасын Кураманың чакрасы сіңісіп кеткеннен де бойлап жүрді. Бұл дегеніміз біреудің чакрасы жай ғана өз денеңде енгізу мен өзіңнің табиғи чакрамен біріктірудің арасында үлкен айырмашылық бар. Мысалы, ол 6 жолдың даналық режимін ашқанда да солай болды. Чакра оның өз энергиясымен бірікті. Бұл процесс отшельник режиміне немесе даналық режиміне ұқсас. Бұл біріккеннен кейін Нарутоның туған чакрасы мен оны өндіру қабілеті бір жолата күшейді. Сондықтан ол Курамасыз да мол чакра шығара алады. Енді осының Ишикидің өлшеміндегі чакрамен байланыстырайық. Наруто сол өлшемде 3 жыл болды, және сол энергияны саналы түрде бойына сіңіріп, өзінің күшін арттырды. Сондықтан меніңше, ол сол кеңістіктен шыққанда күшейіп оралады. Менің ойымша, Саски де кейін Хидариден бірдеңе алады. Ал Кишимото тепе-теңдікті жақсы көреді. Сондықтан ол міндетті түрде Нарутоға да бір жаңалық әкеледі. Айтпақшы, тіпті былай деуге болады. Бұл кеңістікті Ишики емес Шибай жасаған. Демек, бұл кеңістікті ашатын қабілет Джудзуцу Шибайға тиесілі. Сондықтан Ишикидің
көзіндегі джудзуцу Шибайдың көзіне ұқсайды. Үшбұрыш формада. Бұл көз кейде үшбұрыш санында азайтылады. Бұл 56 бөлімде Ишикиде, кейін 65 бөлімде Кавакиде көрінді. Бұл сонымен қатар Оцусукилардың көбінде Бякуган болатынын да көрсетеді. Өйткені бұл Оцусукидің базалық джуджутсуы. Жалғыз ғана бұл сипаттамаға сәйкес келмейтін Шибай Оцусуки. Оның джуджутсуы кездейсоқ Ишикидің джуджутсуына ұқсас болған. Яғни ол Шибайдың денесін бұрын иеленген еді. Бұл туралы айтылмаса да логикамен қарасақ, Ишики Шибайдың жасушаларын Амадаға берген және оған Шибайдың эволюция тарихын баяндап берген. Егер олай болмағанда Амада жасушаларды киборгтарды күшейтуге пайдаланып жатқанын Ишики білмеген болар еді. Ал Кашин Коджи растағандай барлық кара мүшелері осы жасушаларды алған. Кейбіреулері тіпті жигеннің күшінен де асып түскен. Эйда, Деймон мен Кот сынды кейіпкерлер шын мәнінде шинджутсу қолданды. Мұны Имамошики де мойындап отыр. Сондықтан теория болса да ең ықтимал вариант Кагуя мен Ишики жерге келген кезде Шибайдың мәйітін тапты. Сол кезде Ишики оның джуджутсуын алып, жаңа ғана пайда болған уақыт өлшеміндегі өз денесіне орнатты. Мұнда оқиғалардың хронологиясы өте маңызды. Өйткені Ишики Кагуя мен шайқасқа дейін бұл джуджутсуды алған болу керек. Себебі ол да дәл сол қабілетпен өз денесін микроскопиялық деңгейге дейін кішірейткен. Демек, Каваки алған джуджутсу Ишикидің денесінің бір бөлігі болған. Бұл Ишикидің джуджутсуы карма деректерінде сақталмаған, кейін Кавакиге енгізілген. Егер бұл рас болса, онда Наруто бойына сіңіріп жатқан энергия Шибай Оцусукиге тиесілі болады. Ал ол әрине Ишикиден әлдеқайда қуатты. Бұл жай ғана теория. Комментте ұрыспай-ақ қойыңдар, достар. Маған бұл барынша шынайылау көрінеді. Қысқасы, бәрі осы. Өз ойларыңды пікірге жазыңдар. Бұл теорияны дұрыс деп санайсыңдар ма? Талқылап көрейік. Ал егер видео ұнаса, әдеттегідей лайк басып, каналға жазыңдар. Қазақша контент дамысын. Келесі кездескенше сау бол.